Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы, ветеринария ғылымдарының магистрі Жұбанышева Гүлдәурен Қажыбайқызы. Акушерлік гинекология және көбею биотехникасы пәні бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз шәуеттің сапасын органолептикалық бағалау әдісі. Яғни ең бірінші біз шәуеттің сапасын сыртқы белгілеріне қарай анықтаймыз. Шәуеттің сапасы сыртқы белгілері бойынша анықтағанда оның иісіне, көлеміне, түсіне мән береміз. Мұқа мен қошқар спермасының көлемі өлшеуіш пипетка немесе шприцпен 0,1 мл дәлдікке дейін, ал айғыр мен қабанның шәует мөлшерін градусқа бөлінген мензуркамен анықтаймыз. Ал ұрық қабылдағыш болмаған жағдайда онда оның өлшеуіш пипетка немесе шприцпен анықтауға болады. Қалыпты ұрықтың түсі қаймақ сияқты ақ болып келеді. Көкшіл немесе қызыл болған жағдайда ол ұрық жарамсыз болып табылады. Қалыпты ұрықтың арнайы иісі болмайды, тек бұқаның ұрығы піскен сүттің иісіндей болып келеді. Қошқардікі тері майының иісіндей, осы қошқардың ұрығы қаймақ тәрізді, бұқаныкі сәл сұйықтау, айғырдікі су сияқты болып келеді. Яғни бұл шәует сапасының көрсеткіші берілген. Бұл жерде шәует, яғни сперматозоидтар мен қосымша жыныс бездерінен бөлініп шығатын сұйық қосындысынан тұрады. Шәует мөлшері малдың барлық түрлігінде бірдей емес. Мысалы, бұқада 4-5 мл, қошқарда 1-2 мл, айғырда 50-100 мл, қабанда 300-400 мл көрсеткішті құрайды. Осы төменде берілген, яғни кесте бойынша шәуеттің сапасының көрсеткіштері нормаға сәйкес көрсетілген. Шәуеттің қоюлығын қарап анықтағанда шәуеттегі спермилердің санын жобамен білуге болады. Шәуеттің қоюлығы ондағы спермилердің шоғырлану дәрежесіне байланысты. Қоюлығы жөнінен шәуетті қою, орташа және сұйық деп бөлеміз. Осы шәуеттің негізгі жылдамдығын, яғни біздер балдық жүйемен есептеу барысында көзбен көріп анықтауға болады. Осы тура сызықта қозғалысы ғана есепке алынады. Егер 100% спермилердің қозғалысы үдемелі болған жағдайда жоғары 10 балл деген балмен бағалаймыз. Сперматозоидтардың 90% үдемелі қозғалыста болса 9 деген балмен бағалаймыз. 80% қозғалыста болса 8, яғни ары қарай төмендеп түсе береді. Осы үдемелі қозғалысы бар жылжығыш спермалар бірлі жарым болса сперма бар мен белгілейміз. Спермилердің тербеліп қозғалысы жағдайында шәуетті Т әрпімен белгілейміз. Спермилер қозғалыссыз болса Н әрпімен белгілейміз. Мүлдем жоқ болған жағдайда сперманы А әрпімен белгілейміз. Шәуеттің сапасын метилсен редукциясы бойынша бағалау бұл бір тамшы 0,1% метилсеннің ерітіндісін заттық шыныға қойып, оған бір тамшы шәует араластырамыз. Араластырған қосындыны диаметрі 0,8-1 мм шыны трубкаға сорып алып, биіктігі 2 см болатын трубканы бір бет қағазға қойып, бояудың жоғалу жылдамдығын есептейміз. Яғни бұл жерде бағаны 20 температурада есептеу керек. Шәуеттің бағасын метилсеннің түсінің жоғалу жылдамдығы бойынша анықтаймыз. Шәует сапасын кешенді бағалауға арналған аппарат. Спермилердің концентрациясын анықтау, яғни 1 мл спермилердің саны, олардың концентрациясы қолданылып станциясында қанның формула элементтерін есептеу үшін қолданатын есеп камерасында анықтаймыз. Спермилерді микроскопиялық тәсілмен есептейміз. Яғни айғыр мен бұқаның спермасындағы спермилердің концентрациясын арнаулы стандарт бойынша анықтауға болады. Спермилердің өміршеңдігін анықтау. Спермилердің өміршеңдігі деп организмнен тысқары тіршілік ету ұзақтығын айтамыз.
өміршеңдігін шәуетті сақтаудың белгілі бір әдісіне қарай спермилердің жылжығыштығын бағалау арқылы анықтаймыз. Егер сұйытылған шәует 0 градус жағдайда сақталатын болса, активтілік бағасы әрбір 24 сағат сайын анықталады. Яғни бұл жерде активтілік дегеніміз не деп сұрасақ, осы қолдан ұрықтандыру барысында негізгі жарамды болып саналатын активтілік бұл 8 балдан кем болмау керек. Қошқардікі қою шәует активтілігі 7 балдан кем болмайтын, бұқаның қою және орташа спермасы активтілігі 6 балдан кем болмайтын, қою орташа активтілігі 8 балдан кем болмайтын қабанның сирек спермасы және 1 миллилитр кемінде 50 миллион спермилер шоғырланған және активтілігі 5 балдан кем болмайтын айғырдың шәуетін анықтаймыз. Шәуетті жарамды болып қала беретін уақыт және сперманы сақтауға қойғаннан бастап спермилердің қозғалысы толық тоқтағанға дейін өткен уақыт бөлек көрсетіледі. Спермилердің белсенділігі 38-40 градус микроскоппен қарап баға беріледі. Бұқадан алынған сапалы шәуеттегі спермилердің белсенділігі 3-ші тәулікте 6 балдан кем болмауы тиіс. Келесі бұл слайдта сіз көріп отырғандарыңыздай шәуетті сұйылту үшін жасанды ортаны тек қана фабрикалық этикеткалары бар реактивтермен дайындалған, олардың этикеткаларында қай жерде шығарылғаны, өндірістің аты көрсетілу керек. Сонымен қатар реактивтің аты, тазалық дәрежесі, анализге арналған немесе химиялық таза және бақылау анализінің номері көрсетілуі тиіс. Екінші, бұл жануарлардан алынған сұйықтықтың шәуеті 0 градусқа дейін суытып, алюмин пакеттерге құйып, шетін қос қабат етіп бүктеп жабамыз. Сыртынан қарындашпен жануардың лақабаты, тұқымын, шәует алған уақыты жазылады. Шәует құйылған алюмин пакеттерді сұйық азот бетінде газ отіне ұстап мұздатамыз. Яғни осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге үйге берілетін тапсырма шәуеттің сапасын бетелсен түсін жоғалу жылдамдығы бойынша анықтау кестесі берілген. Бұл кестеде сіздер жаңағы түсінің жоғалу жылдамдығының уақытын жазу керек сіздер. Келесі бұл бақылау сұрақтары. Бақылау сұрақтары, яғни ұрықтың сапасы не үшін анықтаймыз, ұрықтың қоюлығы қалай анықтайды және шәуеттің өміршеңдігін анықтау принципі мен маңызы туралы бейнероликке түсіріп сіздерден кері байланысқа шығуларыңыз сұралады. Рахмет, сау болыңыздар.